Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізде қарапайым талдаудың төртінші шығарылымы және біз бүгін Максим Самородов жайлы ақпаратты кеңінен өрбітеміз және бұл қазақстандық жас таланттың болашағы жайлы дәл осы студияда айтатын боламыз. Енді Нұркен аға, қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Керемет, себебі мен өзімнің жерлесімнің ойынын талдаймын. Ақтөбенікі ғой, Макс? Ақтөбенің ойыншысы, Ақтөбенің жас таланты. Юрий Лагвиненкодан кейінгі мүмкін талантты ойыншы шығар. Соңғы 20 жылда шыққан Ақтөбеден. Ақтөбенің футбол фабрикасы берген ойыншы деп айтып қояйық. Сол себепті талдап өтеміз, Ахматтағы ойын айтамыз. Макс Самородов туралы айтатын болсақ, бірінші кезекте Макс Самородов сұраған кезде мен бірінші кезекте оның интеллект туралы айтамын. Интеллекті өте жоғары, жылдамдығы өте жоғары. Бұндай шабуылшылар негізінде әмбебап шабуылшылар әртүрлі позицияда ойнай алады. Қапталда да, ортада да, екінші шабуылшы ретінде де ойнай алатын ойыншылар бұрын Қазақстанда болды ма деген сұрақ қоятын болса, мен есіме түспей тұр. Макс Самородов енді Ақтөбенің түлегі, айтып өттік, өзің жастар командасынан бастап, кейін дубльге өтіп, дубльде Ақтөбенің қиын қыстау кезеңінде, қаржы жағынан қиындық болған кезде, оны сол кездегі командадағы бапкерлер, менеджмент Самат Смақов бастаған ойыншы іздейді дубльден. Сол дубльдің бір ойына барып, ол Самородов көріп қалып, командаға тартып, содан кейін барып, ол қателеспесем 2019 жылы ойнап. 2019 жылы ойнап кетеді сол кезде. Демек, бағы жанып тұр ғой. Бірақ мен ойлаймын, ол ондай кезең болмаған өзінде де, ол міндетті түрде Ақтөбенің негізгі құрамында болатын еді. Себебі бұндай талантты ойыншыны, ол енді бір 50 жылда бір туылатын ойыншы шығар, солай. 100 жыл демей ақ қояйық енді. 100 жыл болса, ол Месси сияқты болып кетеді ғой. Самородов алаңның шабуыл шебінің әртүрлі позициясына ойнай алады. Қазіргі таңда Ақтөбеде ол оңқай бола тұра сол жақта ойнаса, Қазақстан құрамасында шабуылшы болмаған кезде шабуыл шебінде ойнап жүрсе, Ахматта білмеймін, өкінішке орай деп айтуға бола ма, әлде болмай ма, ол оң жақта ойнайды. Негізі сен оңқай болсаң, оң жақта ойнау шамалы қиындау. Себебі сен оңқай болып сол жақта ойнасаң, инвертивный вингер болып, онда сол ортаға қысып соққы жасауға мүмкіндік болады. Ал бұл жақта енді соққы жасау шамалы неудобно да оған Самородовқа. Демек, соған қарамастан соғылған голдары бар, берілген ассистері бар, керемет сәттері бар. РПЛ-да көзге түскен қазіргі таңда енді бірнеше клуб қызығушылық танытып отыр дейді. Мен бұған күмәнданбаймын, себебі өте жақсы футболшы. Мынау қазіргі таңдағы позициялары РПЛ-дағы көріп отқандай, көбінесе мына қызылмен белгіленген, ол доппен көп жанасатын жерлері Самородовтың 3 позиция көрсетілген, Хадл статистикасын берген тепловая картасы дейді ғой. Ендеше бірден бастап кетейік. Дриблингіне көңіл бөлейік. Қазақшалар қалап айтады, жаңа косолапы деп айтады ғой. Кейбір ойыншылардың аяқтарындай. Аюдың аяғы сияқты. Макстың аяғы дәл осындай. Сол осы қасиеттің арқасында оның допты бағындыру, допты көндіру, ол ерекше болып көрінеді. Көріп отырсың, мына Крылья Советов командасына соққан керемет голы. Мына голы РПЛ-да үздік деп танылды. Өте керемет гол. Бірден РПЛ деңгейіндегі 3 қорғаушыны өтіп, және гол соғу, тек қана өтіп қоймай, гол соғу, ол деген керемет қасиет, керемет скилл. Тағы да бір дриблинг, мына позицияда ашылғанын көп жақсы көреді, ол қапталда. Оң жақта ойнайды деп айтып өттік қой. Көрдің ғой, бірден допты ысырып өтіп. Мүмкіндік сыйлады. Оның алдыңғы бағдарламада біз айтып өттік қой. Дастан Сатпаевтың, Ғалымжан Кенжебектің ойыншыны алда өту әрекеттері қарапайым болып көрінеді. Қандай финттер жоқ деген сияқты. Ал Самородовта керісінше бар ондай. Ондай бар. Ол аяғы өте жылдам бірінші кезекте. Екінші кезекте бойы сәл төмендеу болған соң, оны жаңа центр чаржысы төмен, яғни ол өзінің денесін тез қозғалта алады. Және де бұл барлық шабуылшылар сияқты мынандай бір керемет қасиеті бар да,
қорғаушының мысалға опорный ногасына тұрып қалған сәтінде ол тез реакция береді да, басқа жаққа қарай қозғалады. Соны осы әрекетті ол өте тез жасайды. Тіпті Дастан ренжімесін, Дастаннан да тез жасайды. Чесноковтан да тез жасайды. Ғалымжаннан да тез жасайды. Және де оның алдыңғы шығарылымдарда қарамаған болсаңыздар қарап өтіңіздер. Ғалымжан егер де көбінесе бір жаққа қарай алдайтын болса, оң жаққа қарай Самородов оңға да солға да алдай береді. Оған ешқандай не жоқ, жаңа без разницы дейді ғой. Қай жаққа алдаса да оның дриблингі керемет. Ал мынау осы РПЛ матчынан қақпаның артындағы үзінді тағы да керемет сәт, перехват болады, топ тосып алады. Және де қара, аса үлкен жылдамдықта допты қарама-қарсы жаққа лақтырып өтеді. Шеу қалды артта, мәссаған. Мына қорғаушының, Ростовқа қарсы ойын, мына қорғаушының ережеуі бұзуға басқа әрекеті қалмады. Мына финтта. Бұл Динамо Махачкалаға қарсы ойын. Тағы да қара өт. Жаңа айттым, құйтырқ әрекеттері бар, міне соның бір элементі. Қараңызшы. Финттің бір элементі. Фук. Аяғы өте жылдам аяғы. Низкий центр тяжести деп айттық қой, соның барлығын ұйқастыра тұра бүкіл элементтерді алаңдағы соққы болсын, дриблинг болсын, просто ашылу болсын, ол өте жоғары деңгейде жұмыс жасайды. Сол себепті ол неге ол РПЛда екінші маусымда өзін тым жақсы көрсетіп кетті, себебі оның деңгейі соған сәйкес келеді. РПЛдың IQ-і соған сәйкес келеді. Бұл өте маңызды. Мен сізге даже бір инсайт айтып өтейін. Келесі видеоға көшпей тұрып, Ақтөбедегі 3-ші маусымында ма, 4-ші маусымда ма, олар оқу жаттығу жиындарына барады. Сол жақта Ақтөбе Динамо Москвамен кездеседі. Жолдастық ойында Самородов гол соғады. Қателеспен 2 гол соғады. Бір голында ол Динамоның негізгі қорғаушысын отырғызып тастайды жерге. Керемет дриблингпен жаңағы под себя выбирать етіп отырғызып тастайды. Сол ойыннан кейін бастап Динамоның адамдары Ақтөбеге шыға бастайды. Қызығушылық пайда болған. Мынау қай жігіт, қаяқтың тумасы, жас па, жас емес па деген сияқты қызығушылық пайда болады, сұрастыра бастайды. Сол кезден бастап Динамо Москваның скауттарынан басталады. Содан кейін қызығушылық өрбей бастайды да, ақыр соңында Магомед Адиевтің арқасында ол РПЛ-ға көшеді. Негізінде сол сәтте де мысалға Динамо нақтырақ қозғалған кезде Динамода алып кетуі мүмкін еді оны. Бір құнын төлеп, бір $500,000, $300,000 ақшасын төлеп алып кетуге болатын еді жастау болған кезінде. Бірақ бұл жерде Динамо неге ондай шешім қабылдамағанын білмеймін. Бірақ сол ойында мен естуім бойынша Самородов көзге түсіп, сол кезде көзге іліне бастады. Ал келесі эпизод, оның алдындағы шығарылымдарда айтып өттік біздер, Европада қазіргі таңда шабуылшы қорғана білмесе, бұл үлкен минус ойыншы үшін. Бұл Европадағы барлық бапкерлердің, жақсы чемпионаттардағы барлық бапкерлердің талабы. Сен артқа қайтып, сен артта қорғаныста өнер көрсету керексің, болсыз болмайды. Самородов ол компонент жағынан бәрі жақсы Самородовта. Ол артқа міндетті түрде қайтады. Тек қана РПЛда емес, ол Ақтөбеде де қайтып жүрді артқа қарай. Ұлттық құрамада да бір ойында есінде ме, осы Астана Аренада болған ойында ол шабуыл шебінен артқа қарай жүгіріп келіп, допты бос қақпадан шығарып ала ма, сондай бір нәрсе болады. Әлде прострел болады, сол прострелді шығарып ала ма. Мысалға сондай эпизодтар скауттар қарайды ғой, мысалы Европа скауттар қарайды, соған қатты назар аударады. Самородов бұл жағынан Құдайға шүкір, әйтеуір артқа қайтып, қарай еңбек етуден ол аянбайды. Мысалға мына эпизод қараңыз, қандай позициядан? Шабуыл шебінен артқа қарай максималды жылдамдықпен жүгіріп, топты тартып алып қоймайды. Ереже бұзбай тартып алып тұр. Ары қарай жаңа шабуыл бастап береді. Бұл да енді командаға ең бір ойыншылардың керек бір элементтері ғой. Қорғаныста жақсы ойнайды, әсіресе шабуылшылардың. Мынау жаңа оның алдындағы дриблинг кезіне қараған эпизод, басқа камерадан. Ростовқа қарсы ойын. Қара. Перехват. Бірден. Екі ойыншының ортасына кіре салады. Мына ойыншы қуып жетті, ақыр соңында ереже бұзады. Локомотивке қарсы ойын.
Мынау енді бұл матчтағы ең енді ең мықты момент осы міне. Иә. Ортадан жарып шығады ғой кәдімгідей. Бұнда тек қана көбінесе жанкүйерлер мұндай моменттер көрген кезде көбінесе дриблингке назар аударып кетеді. Мынаны дриблинг. А бірақ бұл дриблингтің алдында не істеді қара? Ол біріншіден артқа қарай қайтты, қайтып өргеліп тұр. Екінші ретте ол мына допты қабылдаған ойыншыға шабуыл жасап тұр. Топ тартып алып, тірескен айтамын да, бұл иықпен қағып кәдімгідей алып. Жоқ, корпуспен жұмыс жасау жағынан әңгіме жоқ, бәрі жақсы. Мәселе жоқ. Маған бір ұнайтыны Самородовтың голдары бірдей типта соғылып қайталана бермейді да. Әртүрлі оң аяқпен, эффект көрсетеді. Сол аяқпен, баспен, қайшылап тебеді, бірге бір қашып кетеді, я болмаса екінші теппен жан-жақты гол соғады. Бұл да өте керемет қасиет. Мысалы мына голдарын қарап өтейік. Бұрыштамадан келген доп, Ахмат шабуылдап жатыр. Және де бір жерде баспен соғады. Керек кезде, керек жерде табыла білді. Болды. Шабуылшы үшін жақсы қасиет. Локомотивке соққан голы. Екі қорғаушының алда өтіп, арғы бұрышқа оп-оңай өткізді. Өткен бағдарламада айтып едік қой, тура осы жерде міне. Допты қабылдау. Ислам да осылай істейді, қараңызшы допты. Ислам Чесноков та дәл осындай міне допты бірден өзінің аяғын алады да қорғаушыны бірге алып кетеді. Иә, корпусын қойып, өзіне ыңғайлы жаққа қарай бір касаниемен. Шеберлік енді, осындай шеберлік бар ойыншылар ұзаққа барады ғой. Иә, бұл Локомотивке соғылған голы. Бұл жаңа Крылья Советовке соғылған гол. Бұл енді РПЛ-дың тарихында қалатын гол ғой негізінде. Келесі голды көрейік қазір. Бұл қай командаға есіме түспей тұр, бірақ Самородовтың ашыла білуі. Жылдамдығы мықты енді. Самородовтың жылдамдығы ең басты қаруы деп айтайық. Лечи Садулаевтың берген пасынан кейін зонаға келіп, ол жақсы ашылады. Бұл да керемет қасиет. Айтып өттік қой, нападающий білу керек қой, қай жерге ашылу керек, қай уақытта ашылу керек, қай уақытта ертерек кіріп қоймау керек ол зонаға деген сияқты. Самородовта бұның барлығы бар да, табиғатынан, жаратылысынан берілген бұл қасиеттердің барлығы. Тамаша. Статистикасына көңілі бөлек. Мен статистикасының әдетте біздер бағдарламаның басына талқылайтын едік қой. Бұны бағдарламаның соңына алып қойдық. Неге? Себебі статистика бойынша Самородов үздікте емес. РПЛ-дың осы маусымдағы, Ахматтың осы маусымдағы жарқын ойыншысы болғанымен, ол бұдан да бөлек асы өткен Самородовтан да мықты ойыншылар бар РПЛ-де. Мысалыға көрейік енді. Кімдер? Дриблинг саны. Луис Энрике бірінші орында. Зенитте ойыншысы. Бұл енді әлемдік деңгейдегі ойыншы ғой. Бразилия ұлттық құрамасын шақырып жүрген. Біздің Самородов 22-ші орында. Үздік 10-ға да кірмей тұр. Орташа есеппен бір ойында 5 дриблинг деп жасайды деп айта өтейік. Жаңағы эффективность 45-56. Ал мына Луис Энрике көрдің 64-те. Бұл басқа деңгей. Өкінішке орай қазір сәтте ол үздік 20-лыққа да кірмей тұр. Демек, Самородовқа әлі қосу керек, жұмыс жасайтын жері бар. Соққылар саны. Краснодарда чемпион болды. Джон Кардоба деген керемет ойыншы бар. Мысалы, ол бірінші орында тұр. 75 соққы жасаған. Орташа есеппен 3 соққы дейік бір матчта. Және де XG 0.20. Біздің Самородов қайда? 14-ші орында. Самородов 14-ші орында 51 соққы, 2-де 52 соққы орташа есеппен 90 минуттың ішінде, және де XG 0.17. Оның алдында бағдарламада біз Чесноковта 0.14 болды. 0.14. Мұнда сәл жоғарылау, бірақ Самородовтың РПЛ-да ойнайтынын ұмытпау керек. Осындай көрсеткіштер, және де тағы да бір статистика бар, көңіл бөліп кететін қызық статистика. Бұл Самородовтың соққылар аналитикасы. Барлығы мысалға 76 соққы, оның қақпаға барғаны 21 соққы, 27-де 6%. XG осындай, жалпы XG маусымдағы Ахмат сапындағы 7 гол. Айып алаң ішінен 53 соққы бағыттаған, соның 17-сі қақпаға барған. Айып алаң сыртынан
20 рет соққы қаққан, бар болған үшеуі ғана қақпаға дарған, яғни айып алаң сыртынан Самородов соққы бағыттау жағынан әлде қосу керек оған. Кросс бергеннен кейін, навес бергеннен кейін жаңа қапталдан 3 соққы бағыттаған, 100% көрсеткіші да, иә. Және тікелей стандарттардан, тікелей стандарт жағдайлардан, тікелей стандартпен тек қана және де бағытталған пастардан кейін 19 соққы, оның 6 аударған қақпаға. Осындай керемет статистика, бұл да Хадл компаниясының бізге ұсынған статистикасы. Ал енді Самородовтың осал тұстары бар. Ол енді статистиканы көрген өзінде де айтып отырмыз. Енді Самородовтың келесі логикалық қадамы қандай болады? Ол сол қызық негізі елдің бәріне. Ресейдің топ клубына көшу керек, дұрыс па? Динамо болсын, Зенитке алса, негізі Зенитке алса. Зенитте қиындау болады енді. Қиын болады, Бразилия ұлттық құрамасынан келген ойыншылармен қиын болады. Оны Ресейдің құрамасында ойнайтын ойыншылардың өзі бәсеке бола алмай жүр. Сол себепті бір попроще клуб іздеу керек та, Локомотив сияқты, сол Мәскеудің маңайынан деген сияқты бір клуб іздеу керек. Негізі логикалық түрде келесі қадам сол дұрыс болады. Топ 5-ке кету үшін сен РПЛ-де үздік болу керексің. Мысалға Шамуродовтың мысал ретінде алатын болсақ, Шамуродов келген кезде, мысалы Өзбекстаннан Ростовқа келген кезде ешкім танымайды, ол 2 маусымда 3 маусымда өнер көрсетіп, сол жақтан топ ретінде сосын барып Италияға ауысты. Самородовқа есік Еуропаға ашылады, тек қана сен РПЛ-де ғана топ болсаң. Ахматтың бұрынғы бас бапкері Ташуев айтқан, Самородовта әлі жұмыс жасайтын жерлері көп әлі, өзін шыңдау керек, ол қандай бағытта шыңдау керек екенін білет деп айтқан. Ол футболға көбірек назар аудару керек дейді, ол футболдан тыс дүниелерге көп назар аударып кететін реттері бар деп айтқан. Тойшыл қауым ба? Қазақта той құртады ғой негізі деген сияқты, думан, көңілді кештер деген сияқты. Содан арылу керек, мындай аса қатты внимайдан арылу керек, шамалы ондай заттарды доғару керек. Енді ұлттық құрамадағы ойындарына келейікші. Ұлттық құрамаға қашаннан бері жалпы жастар санатынан шақыртып алды ма? Енді сіз өзіңіз ұлттық құрамада бірнеше жыл қатарынан жұмыс жасадыңыз, футболшылармен етене әлі араласасыз деген секілді. Жастар құрамасына мен жұмыс жасаған жылдары ол болған жоқ, себебі сол кезде уже ол Адиев неге алып кеткен оны ұлттық құрамаға резерв ретінде. Сол себепті мен Самородовпен ол кезде бірге бола алмадым жастар құрамасында. Бірақ жастар құрамасынан жарқ етіп, ол тез көтеріліп кетті үстіге. Енді өзің түсініп тұрсың ғой, жанкүйерлер түсінеді, Қазақстанда тәжірибелі жақсы шабуылшылар тапшы негізінде жоқ, аздың қасы деуге болады. Сол себепті енді осындай жастар құрамасында осындай ойыншы болғандықтан Адиев міндетті түрде тартады оны. Сол себепті мен ондай кезеңне өткізе алмадым басында. Негізінде маған да Самородовпен бірге жұмыс жасап көрген қызық болар еді, адам жағынан танып деген сияқты. Бірақ ол сол жастар құрамасынан тез өте шықты да, көп уақыт өткізбей. Статистикасы болды, оның керемет соғылған голдар да болды әртүрлі командаларда. Көргенбіз. КПЛ-да жарды негізі өз жасында. Содан бірден ұлттық құрамаға өтіп, қазір ұлттық құраманың көшбасшыларының бірі. Жарқ ете қалатын футболшылар Ақтөбеден көп шығады, мысалға Самородов, Самородовтың алдында талай футболшылар шықты. Енді Самородовтан кейін де шығатындардан кімдерді айтуға болады? Мысалға Самородовтың стилінде ойнайтын, қазір шабуылға бір дем беретін жастардан. Жалпы Қазақстанда. Дастан Сатпаев те қойсын. Дастан Сатпаев. Жоқ, бірінші лиганы алатын болсақ, ондай бір қатты еске түсетін ойыншыларда Тамерлан Агиманов бар. Ертісте жүр, Оның бәсекелесі Мейрам Кекбаев бар, сол Ақтөбенің тумасы. Екі қос ойыншы екі жерлегеден өткен, ол екеуі де құрдас. Осы ойыншыларға назар аударуға болады. Содан кейін 2006 жылы туылған тағы да бір керемет ойыншы бар. Менің ойымша ол осы 2006-лардың ішіндегі, жалпы осы 2006 жылғы туған ойыншылар көп болды негізінде, жақсы поколение болды. Бірақ соның ішіндегі ең мықтысы, көп қазір айтылмайтын бір ойыншы бар, Ілияс Әбіл деген Португалияда ойнайды. Айтпақшы, ол шабуылда да ойнай алады, жартылай қорғаушылықта ойнай алады. Ақсу сапында ойнап, 2024 QFL-да ең жас гол соққан футболшы тарихта қалған негізі. Оның рекордын Дастан жаңартып тастады. Ілияс Әбіл Ақсудан Қайратқа соққан гол бар ғой. Алыстан соғып еді ғой, айбаланың сыртынан. Сол жігіт өте мықты. Мен соны
сен қазір білмейтін шығарсың, мен Нұрбол Жұмасқалиевтің ойынына ұқсатамын. Жұмасқалиев ойнаған кезде соған ұқсас та, ол да солақай, Әбілді солақай, сондай бір керемет ойыншы бар. Осы жігіттер атап өтуге болады. Одан кейінгі поколениеда да жақсы ойыншылар бар, 2008-де жақсы ойыншылар бар, оларды көп мақтамай ақ қояйық. Енді олардың біздің Қазақстан футболын шың бағындырған бірге көреміз. Оларды да мүмкін 1-2 жылдан кейін талдап отырамыз осы ол жігіттерді де. Талдайық. Бірақ негізінде ондай ойыншылар бар. Бұл ойыншылардан үміт күтеміз, үмітіміз зор. Осы Максимнің жолын қуып, солай шетелдік лигаларға кетіп Қазақстанның атағын шығарса деген тілек бар. Енді бағдарламаның соңында енді Максим Самородов жайлы енді біз көбінесе оң жамбасына келетін өзінің деңгейлі қасиеттерін айтып шықтық қой. Енді не жетпейді Максимға қазір? РПЛ-да толыққанды бір командалардың, үздік командалардың сұранысына ие болу үшін Максимға қандай қасиетін дамыту керек? Ойын жағынан алатын болсақ, мен ойымша ода барлығы бар. Дриблинг бар, соққы бар, қорғанысты жұмыс жасайды, екінші этажда ойнай алады, бойы кішкентай болса да жақсы секіреді, ол допқа таласа алады, яғни мықты қорғаушы кездесіп қалса, денесі шымыр, онымен корпус ойнай алады. Сол енді оның қандай негізгі жаңағы проблемалары, осал проблемалар туралы енді бірге жұмыстан бапкерлері біледі ғой. Сонымен Ташуевтің айтқан сөзін қайталап өтем. Оған жаңағы көбінесе футболға көңіл көп бөлу керек. Яғни футболдан тыс заттарды арылу керек оған. Дұрыс айттың сен команда туралы. Мен бірақ былай айта кетейін. Команда емес, жақсы тренерге барған. Мысалы қазір Спартакты білесің ғой, тренерлер алмасып тұрады. Ол тренерлер келген соң оларға көп уақыт бермейді да. Ол тренер мысалы Станкович жүр қазір, одан ойыншыларды дамытуға уақыт жоқ та. Одан результат талап етеді. Қазір оның мансабына керек тренерлердің бірі, бапкерлердің бірі ол Карпин. Карпин ойыншылар дамыта алады. Сол Шамуродовты ашқан кезінде Карпин ашқан сол Карпин. Мысалы қазір Динамоға көшсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Сол Карпинге ұнап, егерде көшіп жатса, Карпин оны аша алады деп ойлаймын. Сардақты көрермен, сіздерде енді бүгінгі шығарылым ұнаса, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, және келесі шығарылымда кімді шығарғанымызды, қай футболшыны білгілеріңіз келеді, соның барлығын комментарийға жазыңыздар, және Максим Самородов туралы шығарылымды Ақтөбенің жанкүйерлеріне жіберіп қойыңыздар. Қанша дегенмен де Ақтөбенің жанкүйерлері әрбір талантын, әрбір өзінің жас ойыншысына бір үлкен баға беретін, қадамына енді тай басқаннан бері назар салып жүрген жанкүйерлер ғой. Сол себепті соларға тағы жіберіп қойыңыздар. Біздің шығарылымды қарап Ақтөбенің жанкүйерлері сағынышын бассын. Иә. Сағынышын басып алсын, қарап алсын, лайк басып алсын, комментарий жазып алсын. Ондеше бізде бағдарламаның соңына келіп жеттік. Назарларыңызға рахмет. Ернұр Дүйсенғазы, Нұркен Мырзағалиев. Бұл қарапайым талдау 4. Келесі шарында кездескенше.